Қазақстанда жазғы демалыста оқушыларға тегін лагерь қарастырылған ба? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер бұл сұраққа жауап тапқыңыз келсе, видеороликті соңына дейін қараңыз. Оқу-ағарту министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитетінің мәліметінше, кейбір санаттағы оқушыларға лагерлерге тегін жолдама беру мүмкіндігі қарастырылған, яғни оның ішінде мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар, отбасылардан шыққан балаларға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балаларға, жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып отбасыларда тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға, білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына, қала сыртындағы және мектеп жанындағы демалыс лагерлеріне тегін жолдамалар беру мүмкіндігі қарастырылған. Бұл көмекті ұсыну мемлекеттік қызмет болып табылатындықтан жолдама алу үшін білім ұйымына өтініш беру керек. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.